Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұхай. Мен бала тәрбиесінде 15 жыл тәжірибесі бар маманмын. Бүгін мен жалған мен шынайы мен туралы айтайын деп отырмын. Жалпы бала тәрбиесінде де, бұлай өзімізді тәрбиелегенде де шынайы мен жалған менді біліп алғанымыз өте дұрыс. Көптеген блогерлардың айтуы бойынша, айланып кеп осы өзіңді тәрбиеле деген кезде шынайы мен жалған менді айта бермейді, иә. Бүгін сол жайында айтатын боламын. Басқа да қызықты ақпараттар алғыларыңыз келсе, менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Шынайы мен жалған менді қалай ажыратуға болады? Жалпы адам баласы шынайы мен бала күннен туылғаннан бастап беріледі. Оны қоршаған ортаның әсерімен және де өзіміздің ата-анамыздың әсерімен біз ол шынайы менді жалған менмен қаптайды екенбіз. Үйтуге болмайды, сөйтуге болмайды деген сияқты. Бірдеңені бүлдірген кезімізде, мысалы, адам ең алғаш қателік жасаған кезде сол қателігінен өзі үлкен ұят деген сияқты бір депрессияға кіріп, өзінде сондай сезім пайда болады екен. Ол қателікті күнде, мысалы, бір рет, екі рет жасағанда ол қателікті ондай ұят сезім кетіп қалады екен де, қалыпты жағдай болып есептеледі. Ал бір-ақ рет жасаған кезде ол біздің түйсігімізге ұят деген сезімдер мен депрессияға келеді екен. Жалған менмен жүретін болсақ, біз депрессияға жәнегі адамдармен қарым-қатынасымыз бұзылады, мақсатымызға жетуімізге кедергі болады. Жалған мен және шынайы менді ауыстырған кезде. Адам бұл өмірге алынан бері айтып жүрмей бақытты болу үшін келеді. Сондықтан ең бірінші бақытты болу үшін адам қарым-қатынас, өзіне деген шынайы қарым-қатынаспен және отбасына деген шынайы қатынас, содан кейін қоршаған ортаға деген шынайы қатынас. Негізгі түйін, жалпы адамның ойы болашақта немесе өткен шақта болады екен, осы сәтте болу керек. Оның бәрі осы шынайы менмен дос болған кезде ғана пайда болады. Мысалы, жалған мен әрдайым іштегі диалогты орнату кезінде, неге бүйтпейді, анау неге сөйтпейді, мынау неге бүйтпейді дегенде болады екен. Жалған мен. Ал жалған мен сыртқы адамдар, мысалы, сізге айтса, бұны қоя саш, қолынан келмейді, бұл сенің қолынан келмейді деген кезде сіз қоя салатын болсаңыз, ол жалған мен. Ал енді ол жалған мен үнемі адамды алдайды екен. Бүгіннен бастап шынайы менді қалай дамытамыз? Сол жайында мен сіздерге оңтайлы сәтін айтып берейін. Бірдеме сатып алар кезде, бір істі бастар кезде, мынау менің шынайы мен ба, жалған мен ба, қайсысы деп өзіңізге іштей сұрақ қоясыз. Егер де сізге сыртқы адамдардың әсері, сөздері маңызды болса, ол сіздің жалған меніңіз. Егер де сіз біреу бірдеңе айтса да, сіз ары қарай мен дамытамын, елдер мысалы айта береді деп бастасаңыз, мен бұдан нәтиже шығарамын деп, ол сіздің нақты өзіңіздің ішкі меніңіз, өйткені ішкі қалауыңыз еш нәрсеге қарамайды. Келесі сабақта мен бұдан да басқа қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз, қандай тақырыпта әңгіме қозғайтынымды комментарийға жазып қойыңыздар.